Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен мәлімет арнасы. Бүгін біз бауырға зиян тағамдар туралы ақпар беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тың ақпарларды сіздерге ұсынатын боламыз. Бауыр асқорту мен асты сіңіруге қатысатын ең үлкен без. Ал оның ең үлкен қызметі бұл ағзаға түскен ауыр, улы заттарды залалсыздандыру. Дәлірек айтсақ, ағзаға түскен қауіпті, пайдасы жоқ тағамдарды реттеуді қолға алатын мүше. Бауырға зияны мол тағамдарды көп тұтынатын болсақ, мұның соңы бауырдың әртүрлі ауруларына алып келуі әбден мүмкін. Мамандардың айтып кеткен зиянды тағамдарын біз сіздерге ұсынатын боламыз. Ең алдымен қанты мол тағамдарды тұтынуды доғару қажет. Әсіресе газдалған сусын, оның құрамында химиялық заттар мен қош иістендіргіш зиянды қоспа, мұның бәрі бауырға салмақ салады. Оның орнына кәдімгі ауыз су не қайнатылған шөп шай ішіңіз. Бауырға тұз жақпайды, тұзы мол тағамдарды азайту қажет. Әсіресе бір қорап чипс не қытырлақты жейтін болсаңыз, оның құрамындағы тұз бір күндік нормадан асып кетеді. Ішімдікте бауырды езіп жібереді, сондықтан алкоголь тектес ішімдіктің барлығынан бас тартқан жөн. Шұжық және майлы ет те бауырға өте зиян. Оның орнына майы аз үйрек пен тауық етін жеген дұрыс. Және де майлы қуырылған тағамдардан мейлінше бас тартып, өз бауырыңызға өзіңіз қамқоршы болыңыз. Видео ұнаған болатын болса, лайк басып қолдап қойыңыз. Біздің арнаға жазылып, қоңырушаны басып қоятын болсаңыз, келесіде жаңа видеоларды, қызықты деректерді бірден көретін боласыз.